Алдымен мына нәрсені айтып кетейін, иә. Негізгі дипломның қандай вообще мақсаты бар? Нағыз мақсаты неде? Енді менің ойымша бұның 4 негізгі мақсаты бар. Бірінші ол ақпаратпен жұмыс жасауды үйрету. Яғни сен Google-дан ғана іздей қоймай, кітапханаға барып, өз тақырыбыңа қатысты, яғни ақпараттарды жинақтайсың. Содан кейін бар, екінші мақсаты, сен оны анализ жасайсың. Ол сенің тақырыбыңа келе ме, келмей ме? Копировать ставить жасай қоймай, анализ жасап үйлестіресің да. Үшінші, яғни белгілі бір структура жасайсың. Яғни бүкіл жұмысыңды бір жерге жинайсың, жазасың, ыңғайластырасың деген сияқты. И соңында, соңғы процесс бұл сол жаңағыдай жазған жұмысыңды қорғау комиссияның алдында. Міне осындай Elden Ring'тағыдай финальный босс осылай болу керек. Яғни дипломдық жұмыс осылай аяқталу керек, е. Ал енді шын өмірге тоқталайық. Шын өмірде қалай болады? Міне осы нәрсе қазір мен айтайын деп жатқан студенттердің 90%-ында болатын жағдай. Менде де сондай жағдай болды. Ең бірінші нәрсе ол антиплагиат. Сен диссертациялық немесе дипломдық жұмыс жазу барысында сен ақпараттың қаншалықты маңыздылығын қарамайсың. Сен антиплагиатпен күресуді бастайсың. Яғни сен системаны алдауың керек. Сен көшіріп алғаныңды біліп қоймау керек. 80% оригинальность болу керек. Сондықтан сен неше түрлі қиналатын сәттерден өтесің. Оны искусственный интеллектқа лақтырасың. Оны синонимдер мен сөздерді ауыстырасың. Бұрын бір мынандай методика бар еді, каждый сөзден кейін пробел қою керек. Андай білдіртпейтін пробел. Сонда антиплагиаттың жаңағыдай программасы байқамай қалады деген сияқты. Осындай сәттерден өтесің. Екінші нәрсе ол тақырыптар. Білмеймін, мен өзім жеке бірде-бір рет тақырыпты өзім таңдамаппын. Немесе менің группаластарымда тақырыпты өмір өздері таңдап көрген жоқ. Сіздің адвайзер қандай тақырып береді, сол тақырыпты сен жазуың керек. Яғни сен ешқашан жаңағыдай ойбай мен мына туралы жазғым келіп тұр деп көп жағдайда айта алмайсың. И сол берген тақырыптардың көбі мүлдем сенің жұмысыңа, болашақ немесе сенің мамандығың қатысты емес. Қайдағы жоқ бір тақырыптарды беріп қояды. Мысалы менің жағдайымда қонақжайлылық туралы болған, ағылшындар мен қазақтардың арасындағы.